Құранда Алла тағала Фажр сүресінде де айтады ғой, біреулер Алла рызқын кеңейтсе, рызқы мол болса, Құдай мені жақсы көреді деп ойлайды, рызқын тарылтса, Құдай мені жақсы көрмейді деп ойлайды. Яғни Құдайдың оған деген махаббатын, Құдайдың алдындағы дәрежесін осы дүниедегі Алланың оған беріп жатқан рызқымен, соның көптігімен, аздығымен өлшейді. Сөйтіп Алла тағаладан жақсылықтарды үміт етеді. Алла тағала мені жақсы көреді, Құдайдың алдына барсам да, Құдайдың маған дайындап қойғаны бұдан да жақсы деген сияқты осындай ойда болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам соны айтып жатыр. Әл-кайису ман дана нафсаху ва амила лима ба'дал маут. Ақыл иесі бұл дүниеде өзіне есеп беріп, өлімнен кейінгіге дайындық көрген, амал еткен адам дейді. Ал шарасыз адам ман атба'a нафсаху хаваха, көңіл қалауына нәпсісін құл еткен және Алла тағаладан жақсылықты үміт еткен адам дейді. Құдай мейірімді, Құдай кешірімді, тек қана осындай сипаттарды ғана жаттап алады. Ал бірақ әрдайым Алла тағаланың мейірімді, рахымды екені айтылған кезде Алланың азабының ауыр екендігі бірге айтылатындығын елемейді, ойланбайды. Құдай ғафур рахим деп сөйтіп жүре береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам соны айтып жатыр. Ақымақ адам, шарасыз адам көңіл қалауына еріп, бұл дүниеде нәпсісінің құлы болып өмір сүреді де, Алла тағаладан жақсылықтарды үміт етеді деді.